Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында осындай өте дәмді, сочный болып шығатын қуырдақты бірге әзірлейтін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өкпемізді турап аламыз. Яғни менде бұл жерде өкпе бір рет қайнаған. Бөлек өкпені жеке алдына қайнатып алдым, тез пісу үшін. Содан соң мінекей осылай майдалап, жақсылап тұрып турап алдым. Келесі кезекте бұл жерде бізде бүйрек, яғни бүйректі де жақсылап тұрып майдалап турап аламыз. Келесі кезекте бізде жүрек, яғни мен жүректі көбіктеп тураған жоқпын. Осы жолы жүректердің барлығын ұзынша етіп турадым. Келесі кезекте бізде әрине ет. Ол етсіз қуырдақ болмайды ғой. Сондықтан етімізді де мен ұзынша етіп турап алдым. Яғни ет пен жүрек ұзынша етіп туралған деп білу үшін осылай турап алдым. Ал енді бізде келесі, яғни соңғы етіміз бұл жерде бауыр. Яғни біз бауырды бұл еттерге қоспаймыз. Бауыр өте тез піседі. Тіпті картошкасы піскеннен кейін бетіне 1-2 минутқа ғана қалдырып пісіріп алсаңыздар да болады. Мен бауырды бірыңғай осылай жұқа етіп тураймын. Соңынан пісетін болғандықтан өте жұқа етіп осылай турап шығамыз. Келесі кезекте біз қазанымызды отқа қойып, сұйық майды құйып шығамыз. Көп адамдар негізі құйрық маймен жасайды. Мен құйрық майсыз жасадым, өйткені мендегі жылқының еті. Біз қазанымызға бағанағы туралған еттерімізді салып аламыз. Яғни бұл жерде ет, өкпе, бүйрек, жүрек, осы төрт түрлі ет қосылған. Бауырды біз ең соңынан саламыз, бағана айттық. Енді барлығын жақсылап қуырып аламыз. Содан соң үстіне туралған жуамызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Бізде еттердің суының барлығы тартылып, жақсылап қуырылғаннан кейін, бұқтырылып қуырылғаннан кейін біз оның үстіне су құятын боламыз. Құрметті достар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша суды қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде ет батып тұратындай етіп, молырақ су құйдым. Себебі біз сулы болған тамақты, яғни қуырдақты ұнатамыз. Содан соң керегенше тұз және де қарабұрыш қосатын боламыз. Содан соң қақпағын жауып қойып қоямыз. Еттердің барлық қайнаған ұзақтығы, яғни менде барлығына 1,5 сағат уақыт кетті. Содан соң майдалап, көбіктеп туралған картоптарымызды қосамыз. Содан соң картобына да тұз себуді ұмытпаймыз. Картоптың тез пісетінін білесіздер. Яғни мен бұл жерде картопты салғаннан кейін, шамамен 10-15 минуттан кейін осылай араластырдым. Себебі бір жер картоптың пісіп, бір жер піспей қалмасын деген ниетпен осылай барлығын араластырып шықтым. Біздің картоптарымыз толықтай піскеннен кейін қазанымызға бағанағы турап қойған, жұқалап тураған бауырларымызды салатын боламыз. Яғни бауырды салғаннан кейін 1-2 минуттан артық ұстамаңыздар, себебі бауыр өзі қатты болып қалатын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің өте сочный, өте дәмді, иісі аңқыған осындай қуырдақтарымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де бетіне көк шөппен ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын, көп рахмет. Сіздермен болған Ғалия.